Қалайсыздар достар? Бүгін міне Қарлығаш ханым мен Жарас мырза арқалықтан келіп жатсыздар. Астана қаласынан балаларына деп үй алып жатыр. Қарлығаш ханым, енді жұмыс барысы қалай болды? Оқырмандарға айтып жіберсеңіз, ойыңызды бөлісіп, жұмыс барысы қалай болды? Қалай үй таптық? Соның бәрін қысқаша айтып жіберсеңіз. Міне бірнеше жылдың жүзі болды. Жолдасымыз екеуміз осы балаларымыздың болашағы деп баспана алғымыз келіп, осындай түрлі компаниялармен осы әлеуметтік желі арқылы қарап отырып, сіздерді қарадық. Жұмыстарыңыздың нәтижесін көру арқылы және де бірден бір өзіңізге тоқтаған себебіміз де осы. Жұмыс процесі жақсы өтті. Мен барлық сіздің әріптестеріңізге шын жүректен рахмет айтқым келеді. Барлық жұмысты өздеріңіз қолға алып, басынан аяғына дейін шын жүрекпен, шын ниетпен, таза көңілмен істеген ниеттеріңізге алғысым шексіз. Балаларымызға осындай студент балама баспана, берекелі баспана болсын деп, болашағы жарқын болсын деп, осындай сіздердің компанияларыңыз арқылы үйлі болып жатқан жайым бар. Өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Істеріңіз алға бассын. Әрқашанда биіктен көрініп, осындай клиенттеріңіздің тек алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Бізде договорға қай уақытта келіп едіңіз біздің мекемеге? Енді мөлшермен бір аптаның көлемі ғана. Міне мен барлық жұмысты сізге сеніп тапсырғаннан кейін, шынымды айтайын, мүлде бас қатырған жоқпын. Сізге осылайда баспана алғым келеді, осындай мәселемен деп келдім. Договорға отырған күні ақылдасып едік қой, райондарда қай районнан мынанша төлем шығады, қай жерден үй аламыз деп ақылдасып шешім қалдық. Одан кейін жұмысқа ақылдаса отырып, бірден жұмысты бастап кеттіңіз. Солмен міне бүгінде осындай балаларыма үй алып отырмын. Үй алып, бүгін бұйырса кеше кілтін алдық. Кеше. Міне қазір банктен шығып отырмыз, құжаттардың бәрін аяқтап, осымен міне үйде болатын жайымыз бар. Рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Сізге де рахмет. Біз де өте қуаныштымыз. Осы біздің мекеменің атынан сіздерді шын жүректен құттықтаймыз баспана алуларыңызбен. Рахмет, көп рахмет.